Bismillah, kitaptan o'qib ko'rik. Taqsimul fi'li ila mabni li ma'lum va mabni li majhul deydi. Fi'lning ma'lumga және majhulga mabni debekka bo'linuvi. Ya'ni qasimul fi'li ila mabni li ma'lum va mabni majhul fi'l ma'lum bo'lib qurilgan және mabni bo'lib qurilgan debekka bo'linadi. Fal avvalu birinchisi ma zukira ma'hu fa'iluhu. Fa'ili onымен birga aytilsa, оны ma'lum deb aytiladi. Мысалы, qada mahmudun ghusna degende Mahmud бұтақты кесті дегенде қатаға деген фиғал мағлум, өйткені онымен бірге фағил айтылып тұр, Mahmud деген. Вассани екіншісі, яғни мәжхул дегеніміз, ма хузифа фаилуху, фағилі түсіп қалған нәрсе, бани ва анху мафхулу, және ол фағилдің орнына мафхулу келген нәрсе. Мысалы, құтиғалы ғусну бұтақ кесілді дегенде, құтиға дегеніміз мәжхул фиғал болады, өйткені оның фағилі айтылмаған, фағилдің орнына найб фағил айтылған. Яғни бұрынғы мафул бих фағилдің орнына тұрып қалған. Вәл мәбни ли мәжхул, мәжхулдер дейді. Ин кана мадиян, егер мади болса, думма ауалху ва күсіра ма қабла ахирихи, кама мустила жоғардағы мысалдағыдай, құтиға деген мысалдағыдай, соның алдыңғысы кәсірақталады, оның алдыңғысы дамақталады дейді. Бірінші әрпі дамақталады дейді. Вайдаму ма'a аввалихи санихи, және бірінші әрпімен бірге екінші әрпі де дамақталады. Инкана мабдуан битаи заида, егер заида тәмен басталса, мысалы, ту'лима хисабу, есеп үйренілді деген кезде, ту'лима деген та'аллама дегендегі тафa'ала бабына түсіп, та деген заида тәмен басталса, онда бірінші әрпі және екінші әрпі даммалы болады, соның алдыңғысы кәсірақты болады дейді. Вайдаму мa'аввалихи сәлисуху, және бірінші әрпі мен үшінші әрпі дамақты болады. Инкана мабдуан би хамзати васлин, егер хамза васлиямен басталса, яғни истифғала бабына түссе. Мысалы, устухриджал ма'дину дегенде хамза васлиямен басталып тұр, истифғала бабына түсіп тұр. Сондықтан да біріншісі дамалы болады, үшіншісі дамалы болады, соның алдыңғысы кәсірақты болады екен. Устухриджал ма'дину кен шығарылды. Ва ин кана мудори'ан, егер мудорих болса, думма ауахлу ва футиха ма қабла ахирихи, біріншісі дамақталады, соның алдыңғысы фатхақталады дейді. Мысалы, юқтағылу ғусну, бұтақ кесіледі, ва юта'алламул хисаб, есеп үйреніледі, ва юстахраджул ма'дину, кен шығарылады деген сияқты. Вала я'тил мабни ли мәжхули минал лазими илля ма'a дейді. Лазим фиғалдардан мәжхул келмейді дейді. Тек қана мынандай жағдайда ғана илля ма'a, тек қана мына нәрселермен бірге, мына жағдайларда лазим фиғалден мәжхул жасауға болады. Зорф мутасарриф, егерде фиғалдан кейін зорф келсе, мутасарриф зорф келсе, мутасарриф зорф дегенімізді айттым, я. Роф насып жар бола алатын зорфтарды мутасарриф деп айтамыз, ал роф насып жар бола алмайтын зорфтарды мутасарриф емес, ғойр мутасарриф деп айтады екенбіз. Ау жар мәжрур, немесе жар мәжрур болса, яғни фиғалдан кейін жар мәжрур келсе, ондай лазим фиғалден мәжхул жасауға болады. Мысалы, сухират лайлатани, екі түн ұйықталынбады, васира милайни, екі мил жүрілді, вафурихал бил усули, жетумен қуанылды деген кезде. Бұның бәрін тақтаға түсіндірген етімін. Алдыңғы видеоны көрдіңіздер деп үміттенемін. Әйтпесе, қазіргі видеодан дым түсініксіз сіздерге. Тәмрин, жаттығуларды орындап тастайық, аударып берем, өздеріңіз орындайсыздар. Майзил афала мабни ли мa'лум мабни ли мәжхул фи хазихил ибарат. Мына сөз тіркестеріндегі мa'лум мәжхул фиғылдарды табыңыз дейді. Мен аударып берем, өздеріңіз табыңыздар. Ин янсуркумуллах, егер сендерге Аллах көмектессе, фәла ғалиба лакум, сендерді ешкім жеңуші жоқ. Вайн яхзулкум, егер Аллах тағала сендерді көмексіз қалдырса, фәмән зәлләди, кім ол сондай янсурукум мин бa'ди, Аллахтан кейін сендерге көмектесетін кім ол дейді. Хулиқал инсану даифа, адам әлсіз жаратылған дейді. Хулиқал инсан, адам жаратылған, даифа әлсіз түрде жаратылған, әлсіз халде жаратылған. Ва анна, расында біз ла надри білмейміз, ашаррун урида, жаманшылық қаланылды ма, биман фил арды, жер бетіндегілерге жаманшылық қаланылды ма, әм арада бихим роббухум рашада, немесе раббылары оларға тура жолды қалады ма, біз білмейміз дейді. Жындар айтып отыр. Ва иза руайта алладина
яхудуна, егер сен көріп қалсаң сондай біреулерді яхудуна кірісіп жатқан, яғни мазақтап жатқан бұл жерде. Фи аятина, біздің аятымызға кірісіп мазақтап жатқандарды көрсең, фарид анхум, олардан бетіңді бұр, хатта яхуду фи хадисин ғайрихи, басқа сөзге кіріскенге дейін олардан жүзіңді бұр дейді. Келесі, ваnuфиха фиссури, сүрге үрленді, фажама'нахум жам'a, біз оларды жинаумен жинадық, яғни анық жинадық дейді. Күллу я'малу аля шакилатихи, айт оларға күллүн, бүкілің, я'малу, бүкіл нәрсе амал жасайды, аля шакилатихи, өзінің бағытына сәйкес. Шакила деген бағыт, бағдар деген сөз, тілдік мағынасы. Тәпсірінде нахиятуху, ториқотуху, ниятуху деп келген. Ниет деп ала берейік. Әркім өз ниетіне сай амал жасайды десек, кішкене түсінікті. Ютау валиюл әмри, әмірдің егесіне, істің әмір деген іс қой, істің егесіне, башысына бағынылады дейді. Юқалул хаққу, хақ айтылады, вәләу кәні мұран, мейлі ашты болса да. Осы ақиқат неше үнемі ашты болады екен. وهل في شرعة الإنصاف أني أكلف خطة لا تستطاع وأن يبلى بروع بعد روع ومثل حين يبلى لا يروع дейді. Өлең ғой. وهل في شرعة الإنصاف, инсоф әділдіктің шира заңында бар ма дейді. Әнни, мен, укаллафу, жүктелуім, хуттотан, бір жоспар жүктелуім, ла тустатау, шамасы жетілмейтін. Яғни шамасы жетпейтін планды, жоспарды орында деп жүктеп тастау, ол шариғат, ол әділдіктің заңында ондай нәрсе бар ма дейді. Ондай нәрсе жоқ қой деп сұрап жатыр ғой, айтып жатыр ғой. Әділдіктің заңында әннилла укаллафу, жүктелу бар ма дейді. Хуттатан, бір жоспар, план, міндет. Ла тустатау, шама жетпейтін. Ва ан юбла, және әділеттіліктің заңында бар ма дейді. Ан убла, сыналуым, бироуин, қорқынышпен, бада роуин, қорқыныштан кейін. Яғни қорқыныштың артынан қорқынышпен сыналу деген ол әділетсіздік қой дейді. Әділеттіліктің заңында сондай нәрсе бар ма дейді. Ва мисли, бірақ мен сияқты адам дейді. Хина юбла, сынаққа ұшыраған кезде, ла юроу, ол қорқылмайды дейді. Қорқылмайды дейді. Мен қорқылмаймын деп атып жатыр. Өлең түсінікті деп ойлаймын. Мағынасы не үшін өйтіп айтып жатқан, кімге айтып жатқан белгісіз, кімге айтып жатқан, бірақ осылай деп айтып жатыр. Сима яуму ашуроа, ашура күні ораза ұсталынды, би'ат-тааму, тамақ сатылды, устухрижал дурру, дур, маржан тас, лағыл тас, асыл тас шығарылды дейді. Інжума бір нәрсе. Вәл абду, құл дегеніміз юқраул биласа, құл таяқпен ұрылады дейді. Құлды ұрмасаң түсінбейді деген түсінік сол кездегі ақындарда. Құлдар ақымақ деген түсінік. Вәл хурру, ал азат адам, такфихи, оған жетеді, әл-мақала, сөз оған жетеді дейді. Азат адамға бір нәрсе айтсаң түсінеді, ал құрды ұрмасаң түсінбейді деп айтып жатыр. Жақсы, уахир дауан, алхамдулиллахи раббил алемин.